Сәлем достар, сіздермен 8-ші сынып оқушысы Жээнбетов Әділ. Сіздерге қазақ әдебиеті пәнінен Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың Диуани Хикмет даналық кітабынан алынған оқулығымыздағы үзіндіге жүргізген сатылай кешенді талдауымды ұсынамын. Шығарманың авторы қазақ халқының ғұлама ақыны әулие бабамыз Қожа Ахмет Яссауи. Шығарманың тақырыбы жаратушымен жақындастырар жол. Шығарманың жанры өлең. Бұл дидактикалық этикалық мазмұндағы әдеби туынды. Шығарманың идеясы исламның рухани әлеммен сол дәуір үшін ілгершілік саналған сопылық ағымның ой-пікірлерімен таныстыру, адамның ішкі жан дүниесінің түрлі теріс ой-пиғылдардан, жаман ниеттерден адал болуына үндеу тастау. Өлеңдегі шумақ саны 8. Әр шумақ 4 тармақтан тұрады. Барлығы 32 тармақ. Әр тармақ 3 бунақтан тұрады. Оны осы бір өлең шумағын оқу арқылы байқай аламыз. Даналардың айтқаны келер болды, қияметтің қияпаты төнер болды. Ақымақтар айқаймен жеңер болды, бұл не деген замана болды достар. Әр тармақ 11-12 буыннан құралған. Ұйқас түрі сырттай қараған кезде не қара өлең, не шұбыртпалы ұйқас мақамына келетіндей. Бірақ өздеріңіз байқап отырғандай, Б ерекше ұйқасқа құрылған. Бұны ақынның өлең дүниесіндегі өзіндік ерекшелігі деп қабылдады. Әрі қарай даналық кітабында кездесетін сөз маржандарын теріп көрелік. Даналар өмірдің өткінші қызығына елікпей, адамзаттың қарапайым әрі мәңгілік мұраттарын мақсат тұтқан тұлғалар. Қиямет ислам дініндегі Алланың алдына келер сәт. Бұл сәтте өмірінде атқарған әрбір іс ортаға салынады деседі. Қияпат бұл дүниедегі орын алатын түрлі табиғи апаттар. Замана белгілі бір дәуір уақыт өлшемі. Мұриттер діни лауазымды адамдарға қол тапсырып, солардың ісін дәріптеуші шәкірт ізбасарлар. Парсы тілінен енген бұл сөздің тілдік мағынасы қария, жасы егде тартқан адам деген мағыналарға саяды. Діни ұғымда қолдаушы, қорғаушы, сүйеніш болып жүретін аруақ. Жамағат, имам мен ұйушы бірігіп оқитын намаз кейде жиналған жұртшылық қауымға да қаратылып айтылады. Дәруіштер ел кезіп рухани ілім таратушы сопылар. Сопылық дәстүрді ту еткен бұл шығарманың тәрбиелік мәні зор. Өлеңнің өн бойында имандылыққа, ізгілікке жетелейтін құдіретті күш бар. Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикметі өз оқырманына айқын бағдар беретін ұлы туынды.